гимназиясының 8-ші А сынып оқушысы. Ғылыми жобаның тақырыбы қазіргі таңдағы жылыжайдағы тамшылатып суару жүйесі. Бүгінгі күнде субсидиялау коэффициентін азайту мен суды үнемдеу басты мәселенің бірі болуда. Сонымен қатар елбасымыз өзінің жолдауында адамзаттың денсаулығы, саламаттылығына баса назар аударуда. Олай болса, экологиялық тұрғыдан таза тағам, азық-түлікті өндіруге көңіл бөлуде. Соның бір бөлігі ретінде ұсынып отырған жобамыз арқылы таза және сапалы өнімді зерттеу. Жобамның мақсаты су қорларын үнемдеп, өсімдік өнімдерін арттыруда тамшылатып суару әдісін қолдану. Сонымен қатар жұмсалатын өнімнің шығынын есептеу. Жобамның мақсатын жүзеге асыруда туындайтын міндеттер: тамшылатып суару әдісі жайында ақпараттар жинақтау, тамшылатып суару әдісінің сызбасын құру, модель құрастыру, құнға модельге сипаттама беру. Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындарға мыналар кіреді: труба 15 метрлік, труба 5 метрлік, бөшке, шлангы, медициналық система, колена, адаптер, ниппель, вентиль шлангы. Жалпы сомасы 92.600 теңгені құрайды. Қорытындымызға келіп тоқталатын болсақ, ал су қорлары азайып, жазықталар қарқынды көбейді. Сөйте тұра халық саны артып, азық-түлік өндірісін шығаратын қажеттілігі туындады. Су тапшылығы бұл проблеманы шешуді қиындатады. Ал қауіпсіз ауыз су көздерінің болмауы жыл сайын мыңдаған халықтың қолайсыз өмірлерден көшіп кетуіне итермейді. Және бірқатар балалар арасындағы аурулардың болуына себепкер болады. Су өмір бастауы демекші, ішетін суымыз таза болса, әрине денсаулығымыз жақсы болмақ. Ендігі кезекте менің сіздерге ұсынатын ұсынысым: осындай құрылғыны әркім өзінде пайдаланса, керекті өнімдерін өндіре алады. Назарларыңызға рахмет.